Sıkı etkensin. Küşeniniz. Balaşlık geledi. Qayсы балам жетілмей қалған екен. Памал жетілмей қалған. Өте кішкентай бала. Мына үлкен бала. Ешектей бала. Сәлеметсіз бе? Сіз дұрыс айттыңыз. Мына балаңыз шынымен жетілмей қалған. Я шын. Енді бала жетілу үшін не істеуіміз керек? Бұл өскенге шейін бұған дәрі беріп жүріңіз. Сол кезде білмеймін. Барлығын бір Аллаға тапсырыңыз. Алла бәрін өзі шешеді. Сол болыңыз. Балдарының темекен біреуіндер? Көтеріп көрейін. Тұр жақынсыз екен. Мен ана секунды балдарға қарайын. Бұл қызда жақпайды. Алла берген тұр ғой. Несі жаман? Болды. Ана баланың осын жапшы. Кішкентай балалар ұйықтамай ата. Мен не? Көндіре алады деп ойлайсың ба? Әрине сен анасысың ғой. Ақ сүтіңді беріп тәрбиелесейші балаларыңды. Жылата бермей. Әзір ғана емді ғой тойып қалған. Мен баламда ұйықтасам бересіңдер ғой. Үйде бір колесаға сүйетін сәсін. Сүйреп жүруге болатын шығар, сонда қоятын шығарсыңдар ең сен екеулерін. Бақ. Күнге шығармайын, енді туылған кәдейлері ғой. Күнге шығарсам жаман болып қалар. Жатарым, жатап қалды сол. Өтінділерім осы жақта жатап тұрсын. Қымбатында. Мына жағын сүйреп қоям. Жаным бара ғой, бар ойнай ғой. Ана балдардың бәрін ұшы. Неге? Или болмаса келіп кейін алып келесің ба? Шелтемектерін бәрі бір ұр. Я сен ала берсем, мен соның ақшасын берем, кейін айтсай қазір. Жетер, мені 16 жыл бойы қорлап келдің. Болды, шыдамында шегі бар. Жетер осымен. Ал мен сені өмір бойы қорлап келемсің ба? Сен маған үшінші болма. Бүгінге кешкі асқа ешқандай тамақ жоқ. Жоқ болса жоқ болмай-ақ қойсын. Өзім ақшасаң тамақтарды балдарға.